Курстас досым Миятхан өзі қыз қырқынға өтімді, реңді, шашы да бұйра-бұйра, өзіне жарасып тұратын қияқ сұлу мұрты бар бойшаң жігіт. Анда-санда маған: сен тым момынсың. Өмірің, жастығың тез зыр етіп өте шығады. Әйда, жас кезіңде қыз келіншектермен дәурендетіп ойнап күліп қал. Немене үйіңнен аттап шықпайсың деп ақыл айтатын. Ылғи қасында бір қыз, не сылқым келіншек еріп жүретін. Ауыл жаққа той-томалаққа ертіп апарғанда да біреуін алып түседі. Үйінде бір ұлы мен екі қызы, жазығы орысша сөйлейді демесең, әдемі келіншегі бола тұра қыз көрсе жұтынып, жұлқынып кетеді. Өзі әйелінен жасырып жүрген сұлуларымен әрі кетсе, 6 ай, әйтпесе 2-3 ай қыдырыстайды да тастап кете береді. Оған басы ауырып, қайғырмайды. Жаңа қыз тапса дос-жарандарына көрсетіп, мақтанғысы кеп жүргені. Өзі тәп-тәуір жерде қызметте, тәп-тәуір айлық алады. Бірақ сол тапқан таянғанын қыз қырқынға жарата сап, жұмсап тастайтынын қайтерсіз. Біз кездескеннен кеңес өкіметі құлағаннан еркіндік тиді ғой. Мына Алматының батыс жағы қыз қырқынға кеңінен толып кетті. Қасқайып шетінен шертіп жүріп таңда да ертіп кете бер. Бірге барып көрсеңші бір рет деді, мені бүйірімнен түртіп әдемі күлкісіне салып. Ол күлгенде мұрты бірге жыбырлап тұрады. Ой, құрысын, керегі жоқ. Ана Сайын көшесінде сап түзеп сан түрлі сұлулар тізіліп тұр. Тіпті малолеткалар да көп деп таңдайын қақты. Жұмыстың соңына таман ол телефон шалды. Нариман ұйғыр кафесіне келе қалшы. Бір періштемді көрсетейін деп Миятхан кеңк-кеңк мәз болып күлді. Бір көше төмен ұйғыр кафесінде анда-санда кездесіп, шай-пай ішіп, өткен-кеткенді әңгімелейтінбіз. Кофенің дәмі тіл үйіреді. Жаздық алаңындағы үстелде Миятхан бір қызбен отыр. Бірден сөз тізгінін өзі алды. Мынау Нариман деген досым, екеуміз университетте 5 жыл бірге оқыдық. Бұл жігіт тек 5-ке бітірген оқу озаты деп мені мақтай жөнелді. Мына қыз Жамал деген періште. Қарашы, қандай перизат, ғажап, сұлу. Сен екеуміз суретшіміз ғой, мынандай сұлулықты көрдің бе? Қазақ қызы осындай болсын. Жамалдың портретін салуға кірістім деп қызға сұқтана қарады. Жамал өңді, бірақ бетіне, қас көзіне опадалапты көп жағатын, және үстіне арзан иіссуды аямай себетіні сезіліп тұр. Мынандай шыжыған аптапта бұлай боянуы тым артық сияқты. Апта өтпей Миятхан тағы шақырды. Бұл жолы атақты есік мейрамханасына орын жай ұйымдастырыпты. Бұл жер удай қымбат. Көрінгеннің қолы жете бермейді. Ол кезде Алматыда мейрамханалар жоқтың қасы. Қоңыр салқын бұрыштағы үстелде үшеуміз түскі ас іштік. Миятхан әлгі ернін қып-қызылға бояп алған Жамалдың асты үстіне түсіп әлек. Нариман, шыныңды айтшы, Жамалдың сұлулығына жан жетпейді. Жамалдың тұтас бейнесін салмақшымын. Талай-талай натурщицаларды көрдім ғой. Мына періштемнің дене бітімінің бәрі қандай ғажап сурет. Галерея, ән салып тұрған симфония, мөлдіреген поэзия, бүкіл қазақ қыздарының бітім болмысының символы. Қарашы, мүсінде бір мін жоқ, мойнында, омырауында және кіндік тұсында әдемі түйме қалы қандай ғажап. Міне, суретшісің ғой, қарашы. Көзі, тұңғиық жанары, әдемі кішкентай қауырсындай құлағы, дір-дір еткен әнтек бүрілген ерні. Міне, мұндай сұлулық қалай ғана бір жанның бойына біткен десеңші. Хор қызы ғой, періште ғой. Деп тамсанып қызыл ерін қызға үзіліп, үздігіп қарап қойып, таңғалып сымбат көркін айта жөнелді. Миятханның сөзінен кейін Жамалға зер салып, бажайлап қарасам, ешқандай асып-тасып жатқан әдемілігі жоқ, сыры кете бастаған сурет секілді. Қайта-қайта ішкен қымбат коньяктан кейін Миятхан екеуінің де беттері қызарып, жанарлары от шаша бастаған жалындай шырайланды. Жігіт мақтап, мадақтап суреттеген сайын қыз керіліп, тіпті міне, көріңдер дегендей шалқайып сылқ-сылқ күліп, мәз. Миятханға көзін төңкере қарап. Миятхан да нағыз жігіттің төресі. Мынандай бұйра шашы ешкімде жоқ. Деп еркелей наздана шашынан сипап қойғанда Миятхан 6 қат олжаға кезіккендей езуі жиылмай ыржалақтай берді. Ішпейсің, Өмірі арақ ішпейді, әйелінен басқаға бармайды, қалай тұншығып кетпейсің, Әкем арақ ішетін, содан іштей өзім еш уақытта арақты аузыма алмаймын деп серт бергенмін. Нешеуа деді досым мұрты жыбырлап. Нешеуа біздің де әкелеріміз өкіртіп ішкен. Папам көп ішеді деді қуыршақтай болып отырған қып-қызыл ерін қыз үн қатып. Көзіндегі жас сол сәтте мөлт-мөлт ете қапты.
Екеуі бір бөтелке армян коньягын ішіп тауысып, суретші досым әңгімесін сұлулыққа әкеп тірей берді. Бар сұлулық әйел денесінде. Әйел затын көрікті, мүсінді етіп әдейі жаратқан. Ал сол тұлғасына мінез құлқы сай қыз өте аз. Міне, өмір бойы армандап жүрген кейіпкер періштені таптым. Осы қыздың суретін салып біткенде бүкіл адамзат тамсанып аузын ашып қалады. Жамалдың бейнесін сала бастадым. Бұл қыз шешініп, натурщицаның орнына барып тұрғанда сұлулығына сұқтанып, басың айналып, 5-10 минут ес-түссіз қарап қаласың. Ол мүсін емес, әппақ көркем періштенің елесі. Ой, қойыңызшы ағай деп Жамал ақырын күбір етті. Жаным ғой, бұл қыз. Іздедім, таптым. Шедевр картина болады деп Миятхан қыздың бетінен шөп еткізіп сүйіп алды. Қайтайын деп жинала бастадым. Рахатстан, ғажайыпстан деген осы болар деп досым сұқтанып, қызға мейірлене қарап өліп өшіп барады. Отыра тұрмадың ба? Мейлі, бара ғой. Даяшы тағы 200 грамм армян коньягын әкелші. Ақырын тұрып, басымды изеп қоштасып, шығып кеттім. Олар бір-біріне қарап қолдарын айқастыра ұстасып, көзбен аймаласып, дуылдай қызарған күйі отырған орындарында қала берді. Көп замай Павлодар облысына жаңа қызметке ауысып көшіп кеттім. Арада жыл өтті, демалысымды алып, Алматыма сағынып құстай ұшып жеттім-ау. Шілде айындағы Алматының көркі қандай ғажайып десеңізші. Қол созымда сәукелелері күнге шағылысқан абыз Алатау асқақтайды. Анда-санда таулардан соғатын қоңыр салқын самал кеуде сарайыңды кернеп, көңіл күйіңді көтеріп, біраққа мінгендей әсерлендіріп жіберетін ай. Кездескен жанға танымаса да бас изеп, сәлемдесіп күлімдеп жүретін Алматының ажарлы, инабатты адамдары қандай. 2-3 күн балаларымды анда-мұнда ертіп апарып, ойнатып жүргенде Миятхан досыма қайта-қайта телефон соқсам көтермейді. Бір жұмадан кейін ғана Миятхан досым табылдау. Әллі үні түс болып қалса да ұйқылы ояу досым, әллі, бұл кім? Ой, бұл мен Нариман. Қайдасың, Павлодардасың ба? Жоқ, осындамын. Қазір саған барайын деп едім десем, тұтқаны тастай салды. Оның шеберханасы қаланың орталығындағы 9 қабат үйдің 5-ші қабатында, қиналмай таптым. Темір есігін тықылдатып көп тосып қалдым, қоңырауы істемей. Есікті Мәйкішең Миятхан ашты. Шеберхана терезелерін тұмшалап жауып тастапты, қап-қара қараңғы. Оу, досым, қалың қалай, әрең таптым ғой деп қаусара құшақтағанымда одан арақ иісі мүңк ете қалды. Электр жарығын жағып жіберіп едім, бөлме іші ыбырсыған қоқыс, шашылған киім-кешек, шеттегі үстел үсті тола бос шишалар, жиналмаған ыдыс-аяқ. Түске шейін ұйықтап жатқаның қалай? Деп абажадай үлкен терезенің қақпағын аштым. Бұрыштағы төсектен әлдебір әйелдің ыңырсып: Митя, ол кім? Пиво алдыршы деген дауысы естілді. Қазір деп Миятхан досым қипақтап қалды. Жүрші деп сыртқа алып шықты. Пушкин көшесіндегі аллеядағы сәкіге келіп отырдық. Нариман, сен ренжімеші. Көк тиыным болмай тұр. Бас сынып барады. Түсін сыра алайын, бірдене бере тұршы деді. Миятханның түрі суға салған ешкінің терісіндей жидеген, бет аузы сиырдың солған желініндей быт-шыт, көз алды көгеріп, салым-салымы шыққан. Екі иығы қушиған, дауысы жарқшақтанған, жанары өшкен, адамға тура қарай алмайтын жасқаншақ мүсәпір пішін. Үсті басы кір-кір, шашы ұйпа-түйпа, баяғы досымды танымай қалдым, қарсы алдымда күні бітіп бара жатқан маскүнем бейшара, бөтен біреу тұрғандай көңілім қатты жүдеді. Саған не болған? Дедім сасқанымнан. Кейін айтам. Кейін ол біраз ақша ала салып, дүкенге жүгіре басып кете берді. Бір жыл ішінде жүнжіп, араққа жығылған досымның түр әлпетінен әбден шошындым. Ол бір сетка сыраны сыңғырлатып алып жетті. Үйге жүр деп ишарат жасап, алға түсіп емпеңдей жөнелді. Жанка, мә, ше ғой деп кірген бойда сыра бөтелкесінің тығынын тіспен ашып, бұрыштағы әйелге ұсынды. Төсекте отырған күйі, әлгі әйел бөтелкені басына көтере қылқылдата ішіп алды. Қысылмай қымтырылмай ішкі тәні көрініп тұрған ішкөйлекшең қалпы қасымызға жайғасты. Сонда ғана оның баяғы қызыл ерін Жамал екенін таныдым. Жамал, сәлеметсіз бе? Сәлем. Митя, тағы біреуін берші деп әйел екінші бөтелкені әп-сәтте тауысып, үстел үстіндегі сигаретті тұтатып, түтінін ширатып тарта бастады. Досымда апыл-ғұпыл сыраны сіңгітіп жатыр.
Өсіп кеткен мұртына жағылған сыра көбігіне де қарамай ақылай уһілеп. Жанка, қалай, басыңның ауырғаны қайтты ма? Деп жаутаң етеді. Кушать хочу, деді Жамал сол көк түтінді сыздықтатқан күйі үшінші бөтелкені ашып жатып. Қазір деп баяғы арқар тұлғалы досым бүгіжектеп қалтырап газ плитаны тұтатып шәугіммен шәй қойды. Жамалдың баяғы кербез сиқы жоқ, сап-сарыға бояған шашы ұйпа-түйпа сойған тауықтың жүніндей үрпиіп, арақ пен темекі сасыған денесінен сыра толы бөшкедей жаман иіс шығады. Ашық-шашық іш көйлегінен болбыраған буылтық денесі көзге ұрады. Опа-далапты көп жаққаннан ма, жоқ, Захар суды көп ішкеннен бе, бет-аузы мыж-мыж қаптаған құмырсқаның ізіндей әжімдер. Шұбар бет, қайқы төс, түрік ернін шүршейтіп, ар-ұяттан құрдым жұрдай қатын бөгде адам барсың-ау деп те қарамады. Үстел үсті ыбырсыған қоқым. Қатқан нан, кесілген колбаса, ашылған консерві, шеті тістелген тұздалған балық, темекенің тұқылдары. Босаған бөтелкелер бөлменің әр жерінде домалап жатыр. Жанка, ішесің бе? Деп бәйік болған досым үстелдің бір шетін қолымен сыпырып шақырып еді. Не хочу? Басым жазылмай тұр деп қайта төсегін сықырлатып шіріген бөренедей ары қарап жата кетті. Бөлме іші қапырық, көк түтін, борсыған ащы иіс. Жүрші, Жанкаға бірдемелер алып келейікші деп Миятхан маған мөлие қарады. Қу жапырақша дірілдеген, құр сүлдесін сүйретіп, ине жеген иттей сүмеңдеп қалған оның мына түр әлпетін көріп іштей қатты шошындым әрі қорықтым. Осыдан бір жыл бұрынғы арқардай арқыраған айбынды да адуынды керемет келбетті досымнан жұрнақ та қалмапты. Жүр кеттік дедім сыртқа шыққанша асығып. Нариман, мына бұрышта сырахана бар, соған барайықшы деп өзі солай бұрылып, жетелеп алды. Сырахана іші гүлге толы, өңкей реңі тайған, бет ауыздары дөңкейіп, өңі тозған мыжырайған жандар қалқайып тік тұрып, саптаяқтарын көтеріп сыралатып тұр. Миятхан екі күрешке сыраны қылқылдатып бірақ тартты да маңдайына тізіліп шыға келген шып-шып терін сүрткіледі. Болмай тұр деді темекісін қайта құшырланып, үсті-үстіне тартып көк түтінді бұрқыратқан досым жәутеңдеп мүсәпірлене қарады. Бас әлі шытынап сынып тұр. Бір құмыра ақ шикушка алшы. Маскүнемдердің ежелгі әдеті, арақтың атын тура атамай шиша, құмыра деп атайтынын білемін. Қайран асыл текті қыз қырқынның көз құрты болған алпамсадай алып тұлғалы, сұңқардай самғаған сері досым әбден тозған керзі етіктің қонышындай мыжырайып бітіпті. Есіл азамат бордай езіліп, өшіп бара жатқанын көріп, өзегім өртенді.